Бүгін спортшыларымыз Оңтүстік Кореяның Канвон провинциясында өтетін жасөспірімдер арасындағы қысқы олимпиада ойындарын аттанды. 4 жылдықтың басты жарысы 19 қаңтар мен 1 ақпан аралығында өтеді. Дүбірлі додада 81 медаль сарапқа салынады. 14-17 жас аралығындағы жасөспірімдердің қысқы аламанында ел намысын 42 спортшымыз қорғайды. Дүбірлі додада еліміздің байрағын шорт-тректен ел чемпионы, спорт шеберіне үміткер Ерасыл Шыңғысхан мен конькимен жүгіру спортынан Қазақстан Республикасының спорт шебері, ел біріншілігінің жеңімпазы Кристина Шумакова алып шығады. Спортшыларымыз бәсекеге сақадай сай. Дайындық өте жақсы. Осы соңғы 2 ай бойы дайындалып келе жатыр. Осы Канвон қаласына жарыста. Орын алуға мүмкіндік өте көп. Қазақ елінің туын көкке көтереміз деп ойлаймыз. Спортшыларымыз биатлон, керлинг, конькимен жүгіру, шорт-трек, шаңғы жарысы, трамплиннен секіру, тау шаңғысы, шаңғы қос сайысы, фристайл могул және шайбалы хоккей спорт түрлерінен бақ сынайды. Басты үмітіміз шорт-трек және конькимен жүгіру. Спортшыларымыз бабында әлемдік рейтингте алдыңғы орындарда тұр. Сол себепті оларға артып отырған үмітіміз өте үлкен. Қысқы спорт оң жамбасымызға келе бермейді. Тәуелсіздік жылдарында спортшылар жасөспірімдер олимпиадасында 29 медаль жеңген. Тек соның 5-еуі қысқы ойындарға тиесілі. Осы олқылықтың орнын толтыратын кез келді. Оған спортшылардың мүмкіндігі жетеді деп отыр сала министрі. Мы надеемся, что количество... Біз Канвондағы олимпиадада қоржынымыз медалға толатынына сенімдіміз. Ол үшін барлық жағдай жасалуда. Спорт нысандарын көбейтіп жатырмыз. 2029 жылға дейін бізде 113 жаңа ғимарат салынады. 26-сын қайта қалпына келтіреміз. Бір ай бұрын Алматыда олимпиадалық дайындық базасын іске қостық. Байрақты бәсеке осымен 4-ші рет өткізілейін деп отыр. Әлемнің 70-ке жуық елінен 1000-нан астам спортшы бақ сынайды. 7 спорт түрінің 15 бағдарламасы бойынша 81 медаль сарапқа салынады. Сүндет Оралбеков, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.